Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге өте нәзік әрі дәмді молочная девочка тортын пісіретін боламыз. 3 жұмыртқаға 1 құты сгущенное молоконы қосамыз. Сгущенное молоко 3 желания, омское, не болмаса басқалары бола береді. Ең бастысы құрамы таза сүттен жасалған болуы тиіс. Құрамын оқып қарап көріңіздер. Бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майымызды қосып, бір келкі масса болғанша араластырамыз. Қопсытқыш және електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Қамырдың қоюлығы видеодағыдай болу қажет. Қою сметана тәрізді. Қамырды 5 немесе 6 бөлікке бөліп пісіретін боламыз. Корждарды пісіру үшін бізге дөңгелек пішін қажет. Ол үшін пергамент қағазына тарелканы қойып, ручканың көмегімен дөңгелек пішін қылып сызып алсаңыздар болады. Не болмаса сіздерде разъемная форма бар болса, соған диаметрі 22-24 сантиметрлік формаға пергамент қағазын қойып, қысып аламыз. Сол кезде бізде сол форманың пішіні сақталып қалады. Әр пергамент қағазына 2-3 ас қасықтан салып, бір келкі етіп жайып, 180 градуста шамамен 3-4 минуттай сарғайғанша пісіріп аламыз. Міне корждарымыз өте әдемі сары түстес болып пісті. Пергамент қағазынан оңай ажырайды. Осылай решеткаға қойып, әбден суытып аламыз. 33% 500 мл сливкиге 130 грамм қант ұнтағын және 1 грамм ванилинді қосып, миксердің көмегімен араластырамыз. Үстіне 400 грамм творожный сырды салып, қою крем болғанша араластырамыз. Торттың бетін әрлеуге кішкене крем алып қаламыз. Қалған кремді корждарға жағып, тортты жинаймыз. Тортты әрлеу өз қалауларыңызға қарай жасасаңыздар болады. Ал мен номері 333-тік насадка және алып қалған кремнің көмегімен гүл жасадым. Ең дәмді әрі ең нәзік торт дайын болды. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Жақындарыңызды қуантуды ұмытпаңыздар. Менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдыда әлі көптеген ерекше әрі дәмді рецептілермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет.